Таза Қазақстан науқан ба, әлде өмір салты ма? Күні кеше елімізде әлемдік жұлдыз Дженнифер Лопестің концерті өтті. 30 мыңға жуық адам концертке қатысып көңіл көтерген. Алайда шоудан кейін орталық стадион алаң емес, күл қоқыстың ошағына айналып деседі. Сонымен мега жұлдыздың концертінен кейін стадионды кімдер тазалады? Таза Қазақстан науқаны қалай жүзеге асып жатыр? Қайырлы кеш, 31-ші арнада әділдік алаңы. Сіздермен Руслан Өтепбай. Атағы әлемге жайылған мега жұлдыз Дженнифер Лопес жақында Қазақстанға келіп, елді дүр сілкіндірді. Әлемдік әртіс еліміздің қос мегаполисінде ғаламат шоу жасады. Алматыдағы концертке 30 мыңға жуық адам жиналды. Орталық стадионға толы көрермен әншіні күтіп, өнеріне тәнті болды. Бірақ бәрі тек бейне жазбадағыдай әдемі болған жоқ. Ең қызығы шоу біткен соң басталды. Бұл туралы алматылық ерікті Дулат Нәбиев өз парақшасында жазба жариялады. Құрметті достар, елімізге қонақ келді, жылы концерт берді. 30% туристер болуы мүмкін, 70% өзіміздің алматылықтар, қазақстандықтар. Ішің ашиды. Қараңыздар, концерттен кейінгі біздің орталық стадионның жағдайы мынандай. Әрине, қаланы тазалайтын жұмыскерлер бар, который стадион тазалайды смело. Бірақ ең обиднысы, адам осыны концертті көрер кезде, өзі ішер кезде қолмен алып келді, бірақ ана жерде қойылған урналарға апарып тастай алмады. Мына негізі шошқаның тірлігі. Просто қараңыздаршы, мен көзімен қарап көріңіздерші, камера былай шашылып жатыр да. Өйтіп шошқа да былай шашпайтын жері өзінің тұратын жерін. Джей-Лоның концертінен соң стадионды тазалауға атсалысқан ерікті вирус атты экологиялық жобаның авторы. Ол жастарға қоқыс тастамау мәдениетін үйрету үшін челлендж бастаған. Мақсаты 90 күн ішінде тек Алматыны ғана емес, бүкіл Қазақстанды тазарту. Жалпы біздің челлендждің мақсаты қаламызды қоқыстардан тазартып қана қоймай, еліміздегі азамат-азаматшалардың, тұрғындардың барлығына үлкен мәдениеттігі енгізу. Ол мәдениет қоқыс жинау емес, қоқыс тастамау мәдениетін қалыптастыру. Дәл осылай біз уже 40 күннен астам қалаларымызды қоқыстардан тазартып, тек Алматы қаласы емес, басқа қалаларда да болдық. Әртүрлі елін сүйетін, жерін сүйетін азамат-азаматшалармен ел жерді тазартып отырық. Алматы қаласын біз 28 күнде аяқтаған болатынбыз. Қазір 41 күн болса, енді біздің мақсатымыз 90 күнде Алматыны емес, 90 күнде масштабны весь Қазақстанды, яғни толық Қазақстанды қоқыстардан тазартып, сондай үлкен мақсат бар. Әлемдік жұлдыз Джей-Лоның концертінен кейін қандай шу шықты? Кәмелетке толмаған еріктілер жұмысқа жегілді ме? Таза Қазақстан бастамасы қалай жүзеге асып жатыр? Әділдік алаңында талқылаймыз. Құрметті сарапшылар, бүгінгі бағдарламаға қош келдіңіздер. Сіздерді пайдаланып, негізге ала отырып, эко-мәдениетті елге насихаттайық деген ниетте болдық. Және Өктем аға, сізге сұрақ қояйыншы енді. Джей-Лоның концертіне бара алдыңыз ба? Джей-Лоның концертіне мен өзім гастрольде болып бара алмадым, бірақ үйдегі жеңгем мен қыздарым барды. Джей-Лоның концертін көріп, енді концерттен алған әсер енді өз алдына бір бөлек, бірақ енді ана жерде жаңағы концерттен кейін мына шығып жатыр ғой Инстаграмда, осы күл қоқысты тазаламау деген сияқты артына қалдырып кетті деген. Ол мәселесін сұраған едім, қалай болды деген, біз енді қолына апарған затын қайтадан сол жаңағы қоқыс тастайтын жәшіктерге тастадық. Ол жағынан біз ұятты емеспіз деп маған жауап берді да, солай. Мен бүгін көріп отырып таңғалып жатыр мына. Көп қой мұны. Біз енді таңғалып үйде отырдық қой. Бірақ соның оқиға орнында болып, біздің тастаған қоқыстар тазалаған азамат бар. Жас жігіт екен, соны шақырайық студияға, танысайық өзімен. Вирус деген жобаның авторы екен Дулат Нәбиев. Қарсы алыңыздар. Яке, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсың? Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Амансың ба? Жақсы, аман-есен. Жасың нешеде? 20-да. 20-да? Студентсің ба? Жұмыс істеймін. Жұмыс істейсің ба? Оқуға түспедің ба? Жоқ. Неге, не себепті? Оқудан шығып кеткем. Солай жұмыс істеу керек болды. Оқудан шығып кеттің ба? Иә. Қандай мамандықта оқып едің? Актерствода. Театр және кино актері. Қазір енді немен айналысып жүрсің? Қазір экоблогермін. Эко-блогерсің, иә? Иә. Ой, тамаша. Енді мынау Джей-Лоның концертіне өзің бардың ба? Иә, бардым. Көрдің ғой концерт? Көрдім. Ұнады ма концерт? Негізі тілін түсінбеймін. Просто тілін түсінбеймін. Жағдайды көру үшін барғанбыз. Жағдай қалай екен?
Жағдай нашар. Айтып берші сол туралы өзің. Жалпы 30 мыңнан астам негізі стадионға 30 мың адам түседі. 30 мыңдай адам жиналды. 30% өзім көзіммен көргем шетелдіктер, қазақтар да болды. Концерт 2 сағаттан кейін басталды. VIP зонада тұрдық біз ең алдында. Ойладық концерттің жағдайы қазір анау жоғары жақта немесе орталықта уже шашылып, адамдар қоқыстарын тастай ма деп. VIP зонаның өзінен басталып кеткен. Не басталып кетті? Қоқыс шашу ма? Қоқыс шашу басталып кеткен. Адамдар келген, суын ішеді, тамағын жейді. Бірақ концерт қалай Джело сахнаның ішіне кірді, концерт бітті. Уже урна мына 5 метр, 10 метр жерде тұр, оған тастамай жерге тастап кетіп барады, күліп ойнап. Сіз соны өз көзіңізбен көрдіңіз? Өз көзіммен көрдім. жасадыңыз ба көріп? Оның бәріне мүмкін емес. Негізі, именно біз тұрған Руслан аға 200 мың теңге да билеті. Ол жерге ақылы бар, санасы бар адамдар барған. Оқыған деп. Оқыған-тоқығандар барған. Солардың өзінен сондай. Жақсы, содан кейін сіз әлеуметтік желіге видео жүктедіңіз. Қазір сол видеоны бәріміз көріп алайықшы, экранға зер салыңыздар. Құрметті достар, Джелодан емес, Құдайдан ұят сөзін ашығы. Базар жоқ Джелоның концертіне келдік, өлең тыңдауына келдік, барлығы фанат бір сөзбен айтқаныңызда. Бәрі сыйлап келді сөзін ашығы. Бірақ ең әуелі біреуді кумир көрмей, біреуді сыйламай тұрып, адам өзін сыйлау керек та сөзін ашығы. Мына бардакты қараңыздар, айналаның барлығы қоқыс. VIP-тің өзі дәл осындай состояниеде тұр сөзін ашығы. Дәл мына жердің билетінің бағасы 200 мың теңге. Ойлаңыздаршы, 200 мың теңгеге негізі қалталы үлкен жұмыс істейтін үлкен азаматшалар келеді. Солардың өзінің басы жеткені примерно осы болса, білмедім. Ана бардакты қарасай. Короче, осындай бардак сөзін ашығы. Тазалауға қанша уақыт кетті және қанша күш? Біз VIP зонаның өзінде негізі бір өзім бастап отырмын. Айналада 2 апай қосылды. Стадион тазалайтын апайлар. Сөйтіп ар жақтан 10 бала бана печатка сұрап, уже бастап атқанымыз көріп, 12 адаммен бастап кеттік та VIP зонаны тазаладық. Ары қаратай мына жақтан 700 волонтер стадионның кірер жағынан бастап тазалап келдік. Шамамен неше уақыт жұмсадыңыздар? Біз 30 минуттай. Адам көбейді, үлгердік қой. Жақсы, енді сарапшылар сіздерді әңгімеге қосайыншы. Неге бізде дәл осындай елдің мәдениеті? Ол жерде концерт кешкі сағат 8-9-да басталатын концертке күндізгі сағат 3-тен барған ғой адамдар. Күннің ыстығын, күннің астында тұр, ана жерде ешқандай отырып аяқты демалдырып алатын жағдай жасалмаған. Жаңа бип жерді айтып отырмыз ғой. Біздің үйдегілерде сол бипте болды. Ал енді күннің астында оларда су ішу керек. Су ішеді, басқа қылады. Соны мен ойлаймын, бұл жерде ұйымдастырушылар айтып, микрофоннан шығып, қолдарыңыздағы жаңағы қоқыстарыңызды мына жаққа тастаңыздар деген сияқты бір әңгіме айтып қойса да болады ғой деймін да. Өктем аға, енді ол адам хабарландыру айтсын айтпасын, адамның ішкі мәдениетінде болу керек қой. Ішкі мәдениеті керек қой, бірақ енді бұл жерде бип залда мысалы тек қана қазақстандықтар, мүмкін шетелден келген қонақтар жасаған шығар, оны біз білмейміз ғой. Сол себептен ұйымдастыру жағынан да солай бір тарапынан айтып қойса, одан кейін ары қарай халықтың өзінің жаңағы ұятына байланысты деп ойлаймын да. Дулаттың Сайрандағы видеосын көрдіңіздер ме? Жоқ, көрмедім. Қазір енді сіздерге көрсетейікші, экранға зер салыңыздар. Индияға қош келдіңдер. Индия емес, бұл жер Алматы, Сайран, кеше ғана акимат соғып берген жер демалуға. Мына жер қараңдар көреді, шына қоқыстардың барлығын. Адамдарға демалуға жасап берді. Осылай шегеді, демалады, шашып кете береді. Мана жақтың өзіне 9 қап шықты, қазір бізде 4 қана қап қалды, сонымен біздің қаптар бітеді. Қаппен көмек салатын ағалар болса, басқа да көмек салатын жігіттер кеп жинасуға барлығын личка жазсаңдар болады. Сөздің ашығы біздің планымыз челлендждің 13-ші күні бүгін. Бұдан кейін планымызна Сайранды толық тазартуға көшеміз. Міне кеше асылған жер, даже стройка, құрылысы бітпеген жер, уже мынандай быт-шыт болып отыр. Ертең бір айда мына жерге зар боламыз, мына таза жерге. Сол себепті личка жазыңыздар, қолдаңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Бауырлар, бізде қазір 10-ші қап, 11-ші қап осымен толады. Сөйтіп біз үйге қайтамыз, себебі жаңбыр жауып бастады. Үстімізде
жеңіл киім. Пәкизат ханым, эколог ретінде Дулаттың бастамасы көңілге қонып отыр ма? Өте керемет. Алғыс айтуымыз керек баламызға. Және өте қуанып отырмыз. Қазір Қазақстанның жастарына әлеуметтік желінің күшімен қандай керемет үлгі өнеге болып жатыр. Бізге аккаунтын бөлісетін болса, бізде инстаграмымызға бөлісіп қояқ, біздің де тыңдармандарымыз көп. Барлық Қазақстан тұрғындары осыған атсалысу керек деп ойлаймын. Мен тағы қосарым, Дулат мырза сізге үлкен рахмет. Қазақ тілді контент және экоблогер деген шынымен де күшті. Өйткені мен білуімше қазір экоблогерлер көп, әсіресе орыс тілде. Бірақ сіз өз деңгейіңізде жасыңызды біліп отырмын, шын айтамын, таңғалып отырмын. Сізге сәттілік. Өйткені бізде тәжірибе бар. Бізде тура сіз сияқты экосенбіліктер жасаймыз. Біз ол жақта қалдықтарды сұрыптаймыз, 60% өңдеуге жібереміз, қалған сіз жинағандай полигонға кетеді. Сондықтан бұл жұмыс қандай үлкен екенін білем. Адамдарды жинау, қолғаптарды алу, сол мешоктарды жинап, оның бәрін жеткізу, ол шынымен де үлкен жұмыс. Сондықтан сізге қосылатын, осы челленджге қосылатын адамдар көбейе берсін. Мен де сіздің тізіміңізге кіретін боламын. Молодец, Азамат. Әрине Осындай қосыламын. адам көбейтуіміз керек. Бірақ қоқыс мәселесі бұл үлкен системный жұмыс істеу керек. Қалай болса емес. Кім дұрыс айтып кетті жаңа. Мәдениетіміз жоқ қазір. Дала жалғыз стадион емес, қаланың бәрі сондай қазір. Оны ақылмен істемесе, ешқашанда ештеңе шықпайды. Пластик қалдықтар мен қоқыстарды өңдеп адамдарға пайдалы дүниелер жасауға болады. Бұл туралы толығырақ жарнамадан соң айтамыз.